Қайырлы күн барлықтарыңызға. Мен бүгін етті көкөністермен бұқтырдым. Бірге пісейік. Қызып тұрған майымызға етімізді саламыз. Менде сиырдың еті. Жақсылап тұрып араластырып, әдемілеп қуырып аламыз. Мен сұйық майды аздау қостым, себебі менің етім майлы. Етіміз әдемі қуырылды, көріп тұрсыздар. Енді бір жуамызды турап, етімізбен араластырып, әрі қарай қуыра береміз. Жуамыз әдемі сары түске енген кезде үстінен бір кружка су құйып, астын жай отқа қойып, қақпағын жауып, жарты сағаттай бұқтырамыз. Етіміз жұмсарып қалу керек. Міне етіміз жұмсарып дайын болды. Енді осы еттің үстіне көбіктеп туралған картошкамызды қосамыз. Дәміне қарай тұзымызды қосамыз және қара бұрышымызды қосамыз. Жақсылап араластырамыз және де қақпағын жауып, тағы да бір 10 минуттай бұқтырамыз. Ұсақталып туралған капустамызды саламыз. Капустамызды салғаннан кейін араластырмай, тағы да 10-15 минуттай бұқтырамыз. Осы уақыттың ішінде капустамыз шамалы отыру керек. Міне кішкене капустамыз отырды. Енді үстіне бір помидорымызды көбіктеп турап саламыз. Менде қатырылған помидор. Жақсылап тұрып кішкене араластырып, бетін бір 10 минутқа жауып бұқтырамыз. Одан кейін бір болгар бұрышын көбіктеп турап саламыз. Менде қатырылған болгар бұрышы. Жақсылап тұрып араластырамыз. Осы кезекте көкөністерімізді қосамыз. Менде укроп пенен петрушка. Жақсылап көкөністерімізді қосып, бір араластырып, тағы да бір 10 минутқа бұқтырамыз. Біздің тамағымыз дайын. Көкөністеріміз әбден бұқтырылып, етіміз әдемі пісіп шықты. Осы тамақты біз отбасымызбен сүйіп жейміз. Көкөністеріміз әбден бұқтырылып, дәмі де түсі де өте керемет болды. Менің видеом сіздерге ұнаса, маған тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Маған сіздердің әрқайсыларыңыздың пікірлеріңіз маңызды. Менімен бірге дайындаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.